Барлықтарыңызға сәлем, құрметті достар. Сіздермен бірге тәжірибелі дәрігер Қуанышбек, сертификатталған маманмын, және де Қуанышты медицина каналының авторымын. Бүгін сіздерге аяқтың шуаштың исі неге шығатынын айтатын боламыз. Шуаш деген достар, біз енді күлеміз, ой, мынан аяқ сасиды екен, артынан әңгіме қылып айтып жүреміз. Бірақ бұл емдеу керек, простой, бас ауру сияқты ауру. Мысалы, жөтел сияқты аяқтан шуаштың исі шығуы, ол енді нормаль деп айта алмаймын, бұлай патология, оны емдеуіміз керек. Бұл видеоны аяғы саситын досыңа, танысыңа жіберіп қой, бүкіл WhatsApp группаларға, туыстарыңа жібер. Біріншіден, аяқтың сасуы шуаш кезеңдерден тұрады. Мен ауыз саситын видеоны қойдым, міне мына жерде. Одан мен кезеңдер айттым. Бірінші адам өзін сезбейді. Аяғы сасып жүрген адам сезбейді. Жанындағы адамдарға сезілуі мүмкін. Екіншісі болса, бұл кезде өзіне ақырындап шығады, ақырын сезіп бастайды. Үшіншісі, ол өзінің шұлығын алып иіскеген кезде чот ұнамайды иісі. Төртінші кезеңде ғана адам өзі сезеді аяғында шуаштың иісін. Сен ренжуің мүмкін, күйеуіңе или бір нағашыңа ренжуің мүмкін, аяғын жуса қайтеді деп. Ол өзі сезіп жүрген жоқ аяқ саситынын. Кеттік, соны түсіну керек. Ондай жағдай қалай көмектесе аламыз? Бірінші, аяқ киімнің және де носкидің сапасы. Біз қазір базардан арзан носкилер алып киюге тырысамыз. Арзан носкилер синтетикалық матадан жасалады. Синтетикалық мата аяқтың табанында бізде неше түрлі жаңадай нелер бар, терінің құрылымдары бар. Ол жерден ауа өтіп, айналып тұру керек. Мысалы, қазір қолыңызды иіскеп көріңізші, қолда бізде ешқандай иіс жоқ, себебі біз жуамыз қолды. Енді сен ойла, қолыңа носки киіп, жаман синтетиканы буып тастап, қысып, және қолыңды етік сияқты қолға арналған қол киіммен жүрсең не болады? Шешіп қалсаң, конечно, сасиды. Түсінікті ғой? Сол себепті аяқтың ішінде ауа дұрыс айналмаса сасиды. Біз арзан заттар алуға құштармыз. Жаңағыдай 5000 теңгеге кроссовка, 10 000 теңгеге әртүрлі заттар. Енді сіздер айтуларыңыз мүмкін, ақша жоқ, енді әркім жағдай әртүрлі деп, оған толықтай келісемін. Бірақ неше түрлі жаңағы аяқ киімнің ішінде әртүрлі кристалдар болатын еді ғой. Олардың да бәрі просто так емес. Олар аяқ киімнің ішіндегі арасына бір-екеуін тастап қойса, сасық иістерді алып отыруға көмектесетін заттар. Содан кейін, достар, қараңыздар, аяқ киімнің сапасы жақсы болу керек. Бір рет алсаңыздар, қымбаттау аяқ киімші, қымбат дегеннің бәрі де мықты деген сөз емес. Сол себепті аяқ киімді иіскеп көресіздер, былғарыдан жасалған аяқ киім алуға тырысыңыздар. Енді ақша жинап, жақсы аяқ киім алуға тырысыңыздар, сапасы жақсы аяқ киім. Аяқты сасып жүретін резинкалар, ол сасыта береді. Одан кейін басқа адамның аяқ киімін кимеңіздер. Досыңның аяқ киімін, подружкаңның аяқ киімі, ананың, мынаның аяқ киімін кисең, аяқта әр адамда грибок сияқты саңырауқұлақтар, бактериялар болады. Ол саған бірден жұғады. Екіншісі, аяқтың гигиенасын жақсылап ұстау керек. Аяқты жылы суға салып, оның ішіне тұз салып, кішкене жұмыстан кейін кезде ұстап отыру керек ішінде. Одан кейін шампунь болсын, сабын болсын, сонымен жууға тырысу керек. Аяқты тұзды сумен жуып, шампуньмен жақсылап жуатын болсаңыздар, айтпақшы, аяққа арналған да шампуньдар бар. Сасыған кезде жуатын. Барлығы жақсы болады. Ал егер аяқта грибок болса, грибок мынандай фото болады, ірің басып тұратын болса, саусақтарыңыз дұрыс емес болса, оны емдету керек. Енді аптекаға барасыздар, грибок кезінде қолданатын ең арзан дәріні бер десеңіздер, скорее всего, ең арзан дәрілер осы грибокқа қарсы жақсы көмектеседі. Оның түрі көп, 40 000, 50 000-ға дейін бар, ең арзандары да бар. Соның бір ортасында қалтаңызға сай дәріні алып жағасыздар. Сол кезде жақсы болады. Қорытындылай келе, аяқ киіміңізді өзгертіңіз. Жаман аяқ киім, сапасыз аяқ киім кимеуге тырысыңыз. Одан кейінгі қадам, не істейсіздер, аяқтың гигиенасын ұстаймыз. Содан кейін шұлықтың сапасы жақсы болу керек. Мақтадан жасалған жұмсақ шұлықтар, ауа өткізетін шұлықтар болады. Одан кейін аяқтың шампуньмен аяқты күнде түнде жуамыз. Осылай бір 2-3 ай жуатын болсаңыздар, барлығы жақсы болады. Назарларыңызға көп рахмет.